Кеше кредитін жауып тастадым, Басеке. Келініңіз мәз болып қалды. Басеке, бәрі дұрыс па? Бүгін көңіл күйіңіз жоқ қой. Көңіл күйім жақсы. Бірақ бір нәрсе ойымнан кетпей жатыр. Сен алаң болма. Бүгін ертерек келе бер. Үйге ертерек баруым керек. Болды, Басеке. Сіздердің қорларыңыз жетімдер үйіне қайырымдылық жасайтын қор ғой, иә? Әрине. Біз мынау жетімдер үйіне киім кешегіне, керек жарағына ақша аударсақ деген ниетте едік. Сол мәселе бойынша сізді шақырған едім. Ол үшін біраз құжаттар қажет. Ниеттеріңізге рахмет. Сол құжаттарды бізге толық алып келіңіз. Біз қарайық, көрейік. Сіздерге сол ақшаны аударып жіберейік. Басеке, ертең ағамның жылдық асет ауылға барып келсем, көмек беріп дегендей. Сен ертең емес. Бүгін шық ағаң үйіне. Мені үйден тастап кетсең болғаны. Ертең асықпай келе бер. Жарайды, Басеке. Рахмет. Мына оң жақтағы дүкеннен тоқтап кетші. Бір-екі зат алып алайын үйге. Ұялмайсыз ба? Осынша жасқа келіп. Кішкентай балдарды қорқыттыңыз ғой? Жоным, сол қорқып қалдың ба? Қарашы өзін. Тіпті ұялмайды екен. Қарындас, неге ашуланып тұрсыз? Мына кісі сізге тиісті ме? Маған тиісіп көрсін. Сотталып кетеді ғой. Просто ойнап жүрген балдарды қорқытады да. Саламатсыздар. Тағы да ішіп алыпты ғой. Сіздер бұл кісіні танитын бе едіңіздер? Үйіне апарып тастайын. Ой аға, әуре болмай қойыңыз. Ол кісі сіздің жақсылығыңызға лайықты адам емес. Алланың қарғысына ұшыраған адам. Бұл кісі біздің көшенің аяқ жағында тұрады. Азында бір жаққа шығып кетеді әйтеуір. Кешке қолында бір пакет арағын ұстап алып осы көшеден күніге өтеді. Шамасы үйіне барып ішеді ау деймін. Өткенде тойдан келе жатып, көлігімді ішке кіргізейін десем, мына кісіні көрдім. Қасында бір бой жеткені бар. Үйіне кіріп кетті. Бұл кісінің әйел бала шағасы бар емес пе? Қайдам, бас қатып кетті. Бұл кісі өзі тірі ме? Ағасы, сізге не болды? Ағасы. Ағасы. Өй. Бұл әлгі ана. Қазір. Бола, тез келші. Тез келші, я. Мен бұл кісіні көргем мен танып тұрмын. Я. Қазір. Бола, тез кел.
Не болған? Кіріңіздер. Кіріңіздер. Өкінішті. Жүрегі әлсіз еді. Аллахтың жазған шығар. Өте жақсы кісі болады. Ақ көңіл, адал, бірде-бір намазын қаза қылған емес. Аллахтың жолындағы адам болады. Оразасын үзбей тұтатын, зекетін беретін, садақасын таратады. Жарықтық. Алла алдынан жарылғасын. Сіздер бұл кісі менің күйеуім екенін біліп келген шығарсыздар. Оның бейнесі сіздердің саналарыңызда арақ құмар адам болып қалып кеткен шығар. Ол әлемдегі ең жақсы адам. Қарапайым, әрі еңбекқор, шағын ұстаханасы бар. Тапқан тиынына үйге азық-түлік алып келеді. Арақ десе жанын қоймай сатып алатын. Бірақ өзі ішкен емес. Өзгелері ішпесін деп дүкендегі арақты ақша жеткенше сатып алып, үйге әкеліп төгіп тастайды. Ол жеңіл жүрісті әйелдерді де үйге алып келетін. Түнмен оларға Алланы насихаттап, имандылыққа шақыратынбыз. Соның арқасында жеңіл жүрісті әйелдер бір шама азайып қалған еді. Бірақ көршілерге неге ештеңе айтпағансыздар? Мен оған қаншама рет айттым. Көршілерге шыныңды айт. Олар теріс пікірде де. Ертең біз өлсек, бізді кім жерлейді деп. Ол тыңдамай қойды. Менің жақсылығымды Алла көріп тұр. Маған сол да жеткілікті. Адамдардың не ойлайтында менің шаруам жоқ. Адамдардың қошеметіне ие болайын деген ойым да жоқ. Ақыретте Алланың қошеметі маған жеткілікті. Сені кім жерлейді екен деп уайымдама. Алла сүйікті құлын ешқашан ит пен құсқа жем етпейді. Егер шын ажал келіп жатса, иманды жақсы адам жерлеуі мүмкін.